Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын және тауық еттері жұп-жұмсақ болып пісетін кешкі немесе түскі астың рецептімен бөлісемін. Үйіңізде тек қана тауықтың еті және магазиннен қаймағы болса болғаны, осы тағамды ойланбай жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды турап дайындап аламыз. Керекті заттардың тізімін описанияға қалдырамын. Пиязымыз бен сарымсағымызды осылай майдалап турап аламыз. Бұл тағамның қасына гарнирге пюре пісіріп жатырмын, сондықтан картопымызды тазалап, үлкендеу қылып турап, ыдысқа салып пісіріп аламыз. Видеода пюрені қалай дұрыс жасау керектігін көрсететін боламын. Енді 300 мл суымызды алып, оған 150 грамм қаймағымызды салып, алдын ала соусты дайындап аламыз. Міне барлық затымызды дайындап алдық, енді пісіруге кірісеміз. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оған сұйық май қоямыз. Майымыз қызған соң, тауықтың сандарын салып, қуыратын боламыз. Қуырғанда абай болыңыздар, майы өте қатты жан-жаққа шашырайды. Асты қызарып пісті, енді екінші жағын аударып, ол жағында қызартып қуырып аламыз. Барлық тауық сандарын осылай қуырып аламыз. Екінші бөлігінде осылай қызартып қуырып алдық. Енді сүзіп алып, сол майға пиязымыз бен сарымсағымызды салып қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып болды. Енді жаңаға қуырған тауықтың сандарын біртіндеп салып шығамыз. Енді жаңағы дайындаған соусымызды ақырындап құйып шығамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Тамағымыз толықтай қайнап шыққаннан соң, бетін жауып, астын төмендетіп, 30-35 минуттай бұқтырып пісіреміз. Суымыз қайнап жатқанда бір қас ұнға салқын су қосып, іртігін жасып, құямыз, немесе қуырып жатқан кезде салсаңыздар да болады. Енді қақпағын жауып, бұқтырып пісіреміз. Міне мұнда картошкамыз қайнап жатыр. Картошканы міндетті түрде қайнап тұрған суға салыңыздар. Міне картошкамыз пісті, енді пюре жасаймыз. Ең алдымен осылай арнайы езетін затымен езіп аламыз. Міндетті түрде картошканы езгенде ыстықтай езіңіздер, сонда пюреңіз жақсы шығады. Сосын кішкене сары май, дәміне қарай тұз саламыз. Сосын сүтті құйып, жақсылап миксерлейміз. Дәл менікіндей жасасаңыздар, осындай әдемі әппақ пышный пюре шығады. Міне тамағымыз пісті, ас болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.